Бізде өзіміздің Excel-мен жұмыс жасауда сенімділігіміз арта бастады. Бұл керемет жаңалық. Өйткені бүгін біз бастығымыздан жаңа тапсырма алдық. Бізден келесі 2 аптада жұмыста кезекшілік тізімін толтыруды сұрады. Бұған көп көмектесетін құралдардың бірі толтыру тұтқасы деп аталады. Толтыру тұтқасы ұяшықтың төменгі оң жақ бұрышында орналасқан. Оның үстіне апарған кезде сіз кішкентай қара крест алуыңыз керек. Ең қарапайым нұсқасында толтыру тұтқасы бізге тез көшіруге мүмкіндік береді. Қарап көрейік. Мен 17-ші қатарға басып, сүйреп апарамын және босатамын. Бұл маған 17-ші ұяшыққа дейін көшіруге көмектесті. Толтыру тұтқасы одан да ақылды нәрселерді жасай алады. Сонымен, мен ID жазбалар номерін ұяшығы B4-ке басамын. Мен олардың R1001, R1002 түрінде төменге қарай көшірілгенін қалаймын. Енді толтыру тұтқасын сүйрегенде не болатынын көрейік. Енді мұнда толтыру тұтқасы бізге серия деп аталатын нәрсені береді. Онда сізде мәтін мен сандардың тіркесімі бар. Ол автоматты түрде сандарға келесі біреуін қосады. Бұл өте қызық. Енді біздің күндерімізбен не болатынын көрейік. Сонымен мен мына ұяшықты басамын. Бірақ бұл жолы сүйреудің орнына мен жылдам жолды қолданып көремін. Толтыру тұтқасын 2 рет басамын. Бізде тағы да әр күнге біреуін қосатын серия бар. Керемет. Енді мен бұлардың әрқайсысын жеке-жеке жасадым. Осылайша сіз олардың қалай жұмыс істейтінін көре алдыңыз. Бірақ мұның қаншалықты тез бола алатындығын көрсету үшін мен соңғы 2 өзгерісті жойып, мына екеуін бірге таңдаймын. Содан кейін толтыру тұтқасын 2 рет басамын. Сонда сіз оларды бір-бірден жасаудың қажеті жоқ екенін көре аласыз. Өте жақсы. Енді менің кезекшілік ауысымдарының әрқайсысы 8 сағатты құрайды. Сонымен мен бұл 8 санды көшіріп алғым келеді. Толтыру тұтқасын 2 рет басқанда не болатынын көрейік. Байқағаныңыздай, күндермен біз серия аламыз, бірақ сандармен біз автоматты түрде көшірмесін аламыз. Енді мен келесі 2 аптадағы ауысымдарымды 1, 2, 3, 4 деп нөмірлеуім керек. Бірақ мен оны 2 рет басқанда, мен олардың көшірмесін алатынымды білемін. Дегенмен, Excel программасында сізге басқа да опцияларды береді. Толтыру тұтқасын пайдаланған кезде төменгі жағында кішкене белгішенің пайда болғанын көруіңіз керек. Ал егер сіз оның үстіне апарсаңыз, автоматты толтыру параметрлер деп аталатын құралды көресіз. Мен ашылмалы көрсеткімді басамын, және сіз оның копировать ячейки, яғни көшірмелер жасағанын көресіз. Бірақ сізде заполнить, толтыру сериясын жасау мүмкіндігі бар. Оны бассақ сандардың серияға ауысқанын байқаймыз. Жақсы, бұл керемет. Енді біздің күнімізге арналған нұсқаларымызбен осы таңдауды жасасақ не болатынын көрейік. Сонымен мен осы жерге қайта ораламын. 2 рет басып автоматты толтыру құрылғысын шығарып аламын. Және бұл жолы копировать дегенді таңдаймыз. Осылай жылдам әрі жеңіл нәтиже аласыз. Одан бөлек заполнить по месяцам апта бойынша, заполнить по годам жылдар бойынша өзгертуге болады. Бірақ мен толтыру сериясына қайта оралғым келеді. Сонымен опциялар өте көп. Толтыру тұтқасының құралы қарапайым үлгілерді, яғни паттерн жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, менің жиынтық сағаттарым 8-ге көтеріледі. Егер мен 16-ны көшіріп алсам, бұл жұмыс істемейді. Бірақ мен 8 бен 16-ны таңдасам, сонда Excel үлгі бар екенін түсініп, 2 рет басқан кезде келесі сандардың барлығы 8-ге қосылатынын байқаймыз. Кішкене күрделірек мысал қарастырайық. Сонымен менде кезекшілікке шығуы тиіс 5 қызметкер тізімі бар. Мен олардың барлығын таңдап, ол топты төменге көшіремін. Енді 2013 жылы қосылған бір шынымен қызықты мүмкіндік, бұл мгновенное заполнение, яғни флеш толтыру деп аталатын нәрсе. Бұл одан да күрделі үлгі сәйкестіктерді тауып, соны көшіреді. Егер сіз мұнда қарасаңыз, менде Маханбет есімі, нүкте, тегі, содан кейін компания атауынан тұратын электрондық пошта дерегі бар екенін байқайсыз. Енді егер мен келіп оны көшірсем, ол жай ғана оны көшіреді, бірақ егер мен автоматты толтыру опцияларында мгновенное заполнение басқан кезде, ол автоматты түрде жоғарыдағы үлгіге қарап, басқа ұяшықтарды да толтырып береді. Өте тез және оңай. Осы құралды өзіңіз қолданып көріңіз.